Жақсы кітап жаны азығы. Кітаптың білімге деген өте пайдасы көп. Мен Рахат нөмір 1 орта мектебінің 4 сынып оқушысы Тоқтамыс Жанерке. Мен 5 жасымнан бері аңыз әңгімелер мен ертегілер тыңдап өстім. Мен сол арқылы ой өрісімді өзгерттім. Мен 5 жасымнан бері ертегілердің әр түрін тыңдап, ойға тоқып, және кітапқа деген қызығушылығым артты. Соның арқасында мен қазір көп кітапты оқыдым. Өзіме жақсы қасиеттерді үйрендім. Мысал ретінде бай мен кедей ертегісі. Бұл жерде байдың іс-әрекеті дұрыс болмайды, және кедейдікі дұрыс. Бұны екі жаққа бөліп жасау керек. Мысал ретінде сен қай кейіпкерді жақтайсың? Сол сияқты өз-өзіңе сұрақ қойып, сол арқылы жауап беруге болады. Мен қазір осы кітапты қатты жақсы көремін. Өйткені бұның ішінде 50 ертегі бар, және ойға тоқымды, біліміңді күшейтетін, және адамға өте пайдалы ертегілер өте көп. Бұл жерде жұмбақ та бар. Маған оның ішінде көптеген ертегі ұнайды. Тоты құс пен қарға, жыл басы, тағы басқа ертегілер көп. Мен осы кітап арқылы ой өрісімді өзгертіп, білімімді кеңейттім.